Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз жануарлардың көбею формалары. Бөлім көбею. Сабақтың мақсаты жануарлардың көбею тәсілдерін салыстыру. Көбею. Тіршілік иелері әртүрлі жолмен көбейеді. Көбею жалпы тірі ағзаларға тән қасиет. Оларды екі топқа біріктіреді: жыныстық көбею және жыныссыз көбею. Жынысты көбею және жыныссыз көбеюдің ұқсастығы, айырмашылығы. Ұқсастығы түр санының артуы, айырмашылығы жыныс жасушалары, гаметалар қатысады, екі ағза қатысады, ата-аналарының генетикалық материалдары қосылады, нәтижесінде жаңа түр пайда болады, қасиеті артады. Жыныссыз көбею: бір ағза қатысады, түр өзгермейді. Жынысты көбею балықтар, қосмекенділер, жорғалаушылар, құстар, гаметалардың қалыптасуына байланысты. Жыныстық үдерісті ұрықтану типі бойынша сырттай балықтар, қосмекенділер және іштей жорғалаушылар, құстар, сүтқоректілер ұрықтану деп бөлуге болады. Жынысты көбею жыныс жасушаларының қосылуы арқылы жүзеге асатын үдеріс. Аналық гамета мен аталық гаметаның қосылысынан зигота пайда болады. Ұрықтану жыныс гаметалары сперматозоид жұмыртқа жасушаларының қосылуы. Ұрықтану түрінен екі түрге бөлінеді: сырттай және іштей ұрықтану. Біздің көріп отырғанымыз сырттай ұрықтану. Бақаның түрі бойынша уылдан біріншісі уылдырық пайда болып, екіншісі ұрық. Ұрықтан кейін желбезек, төртіншісі бақа-шабақ пайда болады. Іштей ұрықтану. Іштей ұрықтанудан біз көріп тұрғанымыздай тауық жұмыртқалайды. Жұмыртқасынан басып балапан пайда болады. Келесі көбеюдің тәсілдері: бөліну арқылы бір жасушалы ағзалар көбейеді. Әр дарабас өзіне ұқсас екі немесе одан да көп жасушаларға бөлінеді. Екіншісі фрагментация. Фрагментация арқылы буылтық құрттар, жұмыр, тікен терілер, теңіз жылдысы, ересек дарақтардың жеке үзбелері арқылы көбеюі. Әрбір үзбелер біртұтас еншілес ағзаға дейін жетіледі. Бүршіктену арқылы көбейгенде жаңа дарабас алғашында аналық ағзасынан өскін ретінде түзіліп, соның нәтижесінде оған өте ұқсайтын жеке ағза болып бөлініп түседі. Келесі партагенез. Партагенез арқылы бал арасы құмырсқалар пайда болады. Партагенез дегеніміз ұрықтанбаған жұмыртқа жасушасынан ұрықтың дамуын айтамыз. Жынысты көбею. Жынысты көбеюге балықтар, қосмекенділер, жорғалаушылар, құстар, гаметалардың қалыптасуына байланысты. Жыныстық үдерісті ұрықтану типі бойынша сырттай балықтар, қосмекенділер және іштей жорғалаушылар, құстар, сүтқоректілер ұрықтану деп бөлуге болады. Келесі тапсырма: Вен диаграмма тапсырмасы. Біріншісі жынысты көбею. Бағалау критерийі бойынша жынысты және жыныссыз көбею түрін салыстыру. Біріншісі жынысты көбею түрлерінің айырмашылығын жазады. Екіншісі жыныссыз көбею түрлерінің айырмашылығын жазады. Ұқсастығы ортасына жынысты және жыныссыз көбею түрлерінің ұқсастықтарын жазады. Рефлексия: мен білдім, жеңіл болды, қиын болды, маған ұнады. Үйге тапсырма: біріншісі ағзалардың көбею түрлерін сипаттап жазу. Екіншісі түрлердің өзгергіштігі тұрғысынан көбею түрлерін салыстыру. Назарларыңызға рахмет.